Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі Әулие Ата діни тамдық бағдарламасының қонағы Нұр-Марак университеті жанындағы діни экстремизмге қарсы іс-қимыл орталығының директоры теолог Нүсіпханов Тимур Нүсіпханұлы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы интернетте күмәнді діни уағызшылардың зияны туралы сөз өрбітетін боламыз. Құрметті Тимур Нүсіпханұлы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Тимур Нүсіпханұлы, қазіргі таңда интернет арқылы неше түрлі уағызшылар мемлекетіміздің азаматтарымыздың санасын улауда, ол баршаға белгілі. Азаматтарымызға интернетте күмәнді уағызшылардың зиянын туралы және де соны сақтану жолдарын айтып өтсеңіз. Әуелі осындай бағдарламаға шақырғаныңызға рахмет. Табыс тілеймін. Енді бұл өте өзекті тақырып. Бүгінде ғаламторлық терроризм дейміз, экстремизм, деструктивті ағылы теріс ағымдар. Олар осы Қазақстан Республикасында мына дін істері және діни қызмет, діни бірлестіктер заңы қабылданғанға дейін, 2011 жылға дейін көше-көшелерді кезіп, базарларды аралап, үйді қағып, өздерінің брошюраларын, буклеттерін, кітапшаларын таратып, уағыздарын айтып, ашық түрде жаңағы бағытқа шақыратын еді. Енді еліміз дер кезінде арнайы заң, тиісті шараларды бекітіп, сол заң аясында бұлар тоқталды. Бірақ тоқталғанмен толыққанды шынжырланбады. Шекара болмаған, шетсіз болған ғаламтор желісі арқылы бүгінде табандарын тоздырмай, түрлі тәсілдермен өздерінің арамыза жаңағы пиғылды бағыттарына жастарымызды әсіресе тартуда. Алдауда, бұл жолдармен арбауда. Мысалы бізде Қазақстанға, Сирияға аттанған сол жақтағы отты шайқасқа көптеген отбасылар, осы жердегі азаматшаларды арнайы сол жақтан келіп, жихадшы содырлар қолдарынан жетектеп, немесе қаржылай ақша беріп алып кеткен жоқ. Сол жақта отырып, арнайы ғаламтор желісінің майталмандарымен бірігіп, түрлі тәсілдер, видеолар, сұхбат, уағыздар арқылы өздері өз табандарымен кетті. Тіпті енді шетелге кетесің, Сирия деген бірден ұшып бара алмайсың. Түрлі жолдармен, кейбіреулер Түркия арқылы, кейбіреулер басқа жолдармен, турист ретінде қанша қыруар қаражат үшін өздерінің азды-көпті мүліктерін, көліктерін, барлық үйлерін сатып тұрып, сол жаққа сананың уланғандығы соншалықты бүкіл отбасын, бала шағасын алып кеткендер болды, өкінішке орай. Бұл ғаламтордың, интернеттің зияндылығы айтпаса да осыдан-ақ белгілі. Енді бүгінгі күнде арнайы Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрлігіне қарасты дін істері комитеті, оған қарасты зерттеу орталықтар, талдау, сараптау бөлімдері, әрбір облыстық, қалалық, аудандық дін саласында мемлекеттің саясатын жүзеге асыратын мекемелер, бұдан өзге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдігіне қарасты көптеген мешіт, діни мекемелер осы салада қарқынды жұмыс жасауда. Енді алғашқы кезеңдерде біз ғаламторды енді үйрене бастаған кездерде бұлар түрлі деректі фильмдерді түсіріп жарнамалай бастады. Одан алдын ғаламтор жоқ кезде, енді қарқынды дамымай тұрған кездерінде дискілер арқылы, кассеталар арқылы бұлардың уағыздары тарай бастаса, кейін дами бастаған кезде әлеуметтік желі бұларға өте жақсы тиімді болды. Неге? Өйткені жаңағы құзырлы мекемелер, прокуратура болсын, басқа болсын, оларға ұсыныс беру арқылы көптеген әлеуметтік желідегі сайттарды жабамыз дегенше, жапқаннан кейін де келесі айда одан да көп түрлі сайттар әп-сәтте ашылады. Өйткені біреуін жабасын, екіншісі ашылады. Бұларға ешқандай сен шекараңнан кіргізбей, арнайы әскеріңмен қорқыта алмайсың. Өйткені ғаламдық мәселе, бұл тек Қазақстанның емес. Бүгінде дамыған батыс елдерінің өзі осы интернеттен толыққанды ажыраймыз ба? Қайтадан жаңағы жай телефондарға көшеміз бе деген секілді жиындарда күн тәртібіне қозғап жатыр. Сондықтан бұл өте өзекті. Енді бұның сақтану жолдары қандай? Қандай да бір жастарымыз,
тұрғындарымыз діни сұрақ бәрін мазалайды. Алдымызда Рамазан, ораза келе жатыр. Бұлар бірден әлеуметтік желіде өздерінің зақалдарын запситы, шапандарымен, қолдарына қылыштарын алып, туларын арқасына қойып, қорқынышты көріністермен әлеуметтік желіде өздерін жарнамаламайды. Түрлі жақсы көркем парақшалар ашады. Мысалы, көркем сөздер, жағымды жақсы насихаттар, жылы сөздер деген секілді. Сөйтіп көптеген жаңағы достар, тараптар жинап кейбір ақпараттарды тарата бастайды. Бұл бәр жерде көпшілік жиындарда кездеседі. Мысалы, басына Алла деп жазып қояды, пайғамбар деп жазып қояды, немесе Алланың атымен бастаймын деген секілді тіркестермен осы сөзді осынша пәленше адамға жіберсең жақсылық болады күтпеген жерден деген секілді көптеген хабарламаларды жібереді. Бұның анық-қанығына бармай жатып, күйбен тірлікпен жүрген кісі ананы қарайды, әйтеуір Алланың сөзі жазылып тұрған екен ғой деп, басқаларға мән мағынасына барып, толыққанда мәтінді оқып таныспай жатып, бөлісіп жібереді. Қараңыз, бұл мәтіндердің соңғы жақтарында түрлі деструктивті, экстремистік топтарға тән сайттардың, уағыздардың сілтемелері болады, жасырын. Бұлар оны білдіртпей мәтін арасында енгізеді. Көптеген құқық қорғау, ішкі істер департаменттері тарапынан тізімге алынып, сұхбатқа тартылып жатқан кейбір азаматтармен сұхбат жүргізген кезде қандай да бір діни бағыттарға қатысы жоғы келген азаматтан белгілі болады. Енді қандай жолмен дегенде, көбі осындай ақпараттарды абайламадан, сақтық шараларын қолданбастан жіберу, бөлісу арқылы. Сол үшін көрермендерімізге, жастарымызға, үлкен ана, әпке, ағаларымызға ескертетініміз, қандай да бір хабарлама сіздің әлеуметтік желіңізге келіп түсті ме, анық-қанығына мән беріңіз. Қазір мемлекет тарапынан барлық жағдайлар жасалған. Ресми көптеген сайттарымыз, әлеуметтік желілеріміз бар. Қандай да бір шариғи, діни терең сұрақтар сізді мазаласа, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Фатуа KZ деген арнайы сайты бар, жұмыс жасайды. Сол мұсылмандар діни басқармасының сайтына кірсеңіз, соның ең соңғы жағында барлық облыстық, қалалық өкілдік мешіттердің сайттары сілтеме ретінде көрсетілген. Мысалы, сіз Жамбыл облысынан болсаңыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтының төменгі жағынан Жамбыл облысының Ғибадулла Тарази мешітінің сайтына әп-сәтте қол жеткізе аласыз. Немесе басқа да шариғи сұрақтарыңызға Фатуа KZ әр уақытта жауап береді. Кейін ол басқарманың ішінде діни сұрақтарға жауап беретін байланыс арқылы сенім телефондары құрылған. Одан бөлек қоғамдық даму министрлігіне, дін істері комитетіне қарасты 114 сенім телефоны жұмыс жасайды. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл сенім телефоны әр уақытта ақысыз сіздің кез келген діни мәселедегі сауалдарыңызға тұшымды жауап береді. Егер сіздің сұрағыңыз өте маңызды болса, тек жауап қана беріп қоймайды. Сол жердегі маман сізге тиесті жергілікті мекен жайыңызбен облыстық, мысалы, дін істері басқармалары бар. Өздеріңіз жұмыс жасайтын орталық бар, қарасты. Сол жердің аудан теологтары бар, инспекторлар бар. Сол жерлерге пәрмен беріп, сіздің үйіңізге, мекен жайыңызға дейін келіп, діни мәселеңіз шешіп береді. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Сол үшін құрметті жастар, көрермендер, қандай да бір діни сауал, сұрақ мазаласа, бейтаныс, Google секілді, Яндекс секілді, кез келген интернет желілеріне жазбай, арнайы дұрыс бекітілген сайттардың ішінен сол ақпаратты іздеу керек. Өйткені Google-ға жазған жағдайда бұлар өте мықты жұмыс жасайтыны соншалықты алғашқы кезекте сіздің сауалыңызға жауап беретін теріс бағыттағы идеологиядағы діни ағымдардың тұлғалар тарапынан берілген жауаптар. Ол жерде ақпаратты сараптамамайды ғой Google. Қай жерде не бар, соны сізге алдыңызға келеді. Міне, сақтану жолдарының бірі мұқият осы шараларды ескерсе екен дейміз. Жақсы.
Тимур Нусупханұлы, енді өзіңізге белгілі, осы интернет арқылы көптеген жастар мынау шетелдік діни күмәнді оқу орнына кетіп жатады. Енді бізге өте маңыздысы осы шетелдік діни күмәнді оқу орындарының зияны, және де олардың қай бағытта оқытатыны, және де діни білім алу үшін шетелде қандай жолдары бар, сол бойынша тоқталып өтсеңіз. Өте дұрыс айтасыз. Енді бәрі шетелде оқығысы келеді, шетелді көргісі келеді, әсіресе жастар тәлім алғысы келеді, тілін дамытып байытқысы келеді, сол жаққа үйренгісі келеді. Осы жолдарды іздену барысында көбі интернетке келіп тіреледі, ақпаратты сол жерден іздейді. Қазір Қазақстан Республикасының мына қоғамдық даму министрлігінің дін істер комитетінде шетелге барушы жаңағы студенттерге, қызығушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық негізінде бір материал шығарған. Солардың сайтында да бар. Және де шетелдегі діни мақсаттағы сауалыңыз бекітілген, рұқсат етілген, оқуға кеңес берілген кейбір жоғары оқу орындардың тізімдері бар. Араб елінде мысалы Али-Асқар болуы мүмкін, көршілес Өзбекстанда мысалы Ташкентте Ислам университеті болуы мүмкін, институты болуы мүмкін. Мысалы одан кейін Түркияда Ыстанбул, Мармара, Анкара секілді жоғары оқу орындары болуы мүмкін. Ресейдегі Ислам университеті болуы мүмкін. Одан бөлек те сол жерде бекітілген. Мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесіп меморандум аясында оқып келіп жатқан Қасеки институты болуы мүмкін Түркиядағы. Енді әуелі шетелге бармастан бұрын өзімізде діни білім алуға барлық мүмкіншілік жасалған. Қазіргі мына қиын заманда, қазір өте бір қиын кезеңнен өтіп жатырмыз. Барлық әлемде экономика құлдырап, сондай бір күйзеліске ұшырап тұрған кезде шетелге шығудың қажеті жоқ. Енді барғыңыз келсе, әуелі өзіміздің университет бар. Мысалы, соның бірі біз жұмыс жасайтын Қазақстандағы жалғыз университет деп айтсақ болады. Ислам бағытында терең білім беретін бұл Нұр Мубарак университеті. Бұл жерде барлық жағдай жасалған. Қанша мың студентіміз ілім алып, терең Али-Асқардан таңдалып сараптамадан өткен араб ұстаздар бар, профессор қауымы бар, мысалы көптеген өзіміздің отандық ғалымдарымыз бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты бұрын медресе, тіпті колледж дәрежесіне көтерілген діни оқу орындар бар орта. Міне осылардан терең білім алып, болмағанда бұндай оқу орындардан ұзақ шалғайда болсаңыз, барлық мешіттердің жанында сауат ашу орталықтары, курстар ашылады қазір. Сіз мешітке барсаңыз, оқытпай қайтарып жібермейді. Керісінше көмектесіп, сізге діни ақпарат береді. Егер балаңызды діни болсын, діни емес болсын, басқа бағыттарда мен шетелге оқуға жіберуге ойым бар, сондай жоспарым бар десеңіз, алдын ала сіз оның рухани діни біліміне, көзқарасына, танымының қалыптасуына осы отандық өзіміздің елімізде, жерімізде үйретіп жіберіңіз, белгілі бір имамдарымыздан. Өйткені сіздің балаңыз заң оқуы мүмкін, халықаралық қатынас оқуы мүмкін, ағылшын оқуы мүмкін. Енді діни тұрғыда білімі болмаса, ол басқа зайырлы бағыттағы ілімді шетелде оқимын десе де, жаңағы рухани діни білімі сауаты болмағаннан кейін, жалпы жаңағы діни ағымдардан сақтану жолы жайлы ақпараты болмағаннан кейін, ана ағымдардың қармағына әп-сәтте ілініп кету қаупі жоғары. Өйткені бұлар өте психологиялық тұрғыдан дамыған, шетелден келген жастарды қарайды, тіпті сіздің алдыңызға шапанмен, сақалмен шықпайды. Әдемі студент достар арқылы жібереді. Бұлар сізді басқа бір курстарға тарта бастайды. Немесе бала жатақхана мәселесіне қиналуы мүмкін. Сол кездерде тегін жатақханаларға жатқызып, арнайы қайырымдылық шаралары мен стипендиялар беріп, енді біздің қазақ жастары, студент көбінесе өз оқуын, өз мүмкіндіктерімен оқып, әке-шешесіне салмақ салғысы келмейді ғой. Шетелде оқитындардың көбі де жұмыс жасап жүреді қосымша. Міне сол себепті, егер балаңыздың, жастардың діни сауаты болмаса, қай салада болмасын, ол шетелге барғаннан кейін осындай бағыттардың қармағына ілініп қалуы мүмкін. Сол үшін сіз
еліміздегі барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, жастарды барынша елімізде, отанымызда діни сауаттандырғанымыз абзал. Тимур Нұсыпханұлы, бүгінгі бағдарламамызға келіп осындай сүбелі сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі Әулие-ата дін танымдық бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.